Иесін қасқырдан құтқарған жүйрік. Сауыр тауының бір саласы Қарағайлыда үлкен ауыл отыр. Бұл ауыл жұмықтың қожанынан тараған Қоңыр қажы ауылы. Қоңыр мұсылмандық парызын өтеп Мекке Мединеге барып келген адам. Өз ортасына сыйлы, салиқалы ауыл ақсақалы. Бұрын Қоңыр мырза еді, енді Қоңыр қажы атанған. Қолы ашық, кедей-кепшікке көп көмегі тиген жан. Ел арасында келелі мәселелер, дау-дамайлар Қоңырсыз шешілмейді. Тіпті Тарбағатайдың соңғы болысы Зейнолла да бұл кісімен ақылдасып кеңеседі. Биыл қыс ерте түсті. Қазанның ортасынан бастап қалың қар жауып, ақыры қызыл шұнақ аязға ұласты. Бұл кезде қалың жылқы Кергентасты еді. Күн суытып, ит-құс көбейген соң жылқыны Кергентастан аударып, етекке Көртөбеге құлатқан болатын. Кергентаста тарихы бар керемет жер. Бір кездегі қазақ қалмақ соғысында қалмақтың Шаған батырына жебе қадалып жараланады. Жаралы Шағанды түлеңгіттер атқа өңгеріп қашады ғой. Сол қашқаннан Қобыққа өтіп кетеді. Қуып келген қазақтар жағы қалмақтың қаны тамған жерге кісі бойындай бір-бір тас қадап, қалмақтың қанын баспаймыз деген екен. Содан сол жер Кергентас атанып кетеді. Сол Кергентастан жылқы ауғалы бір жұма уақыт өтті. Қоңыр қажы қазір жылқы аралап, жер көріп, бағыт-бағдар беруді қойған. Дала ісін, дала жұмыстарын ағайын інілері Қалит пен Мазанға берген. Бүгінде күн суып, қарлы боран соғып тұр. Қажы бәйбішесінің үйінде қарағайдың жалындаған жылуына бойын төсеп, дем алып жатқан болатын. Күн кешкірген, ақшам кезінде боз үйге Мазан мен Қалит келіп кірді. «Ассалаумағалейкум». «Уағалейкум ассалам, төрлі өтіңдер», деді қажы. Екеу сырт киімдерін шешіп төрге бозды. «Ие, хал жағдайларың қалай? Бала-шаға сау ма? Малшы жылқышылардан не хабар?» деді қажы. «Шүкір, бәрі де аманшылықта. Біз жаңа ғана Көртөбедегі жылқыдан түстік. Қар қалың, күн суық. Оның үстіне қасқыр қатты тиіп тұрғаны. Ар жағы мұзды бұлақтан, бер жағы Шаған обадан боранмен бірге құтырып қоймай барады. Қанша қарасы да күнде бір, кейде екі тай құлын тартып жеп кетеді. Үйір-үйір болып өздері көбейіп алыпты. Оның үстіне қарда қатып, шырқымызды шыр айналдырмасы бар ма? Тебін аршу да қиындап тұр. Соның сізбен бір ақылдасайық деп келдік, деп тоқтады жас үлкен Мазан. Ел ағасы біраз ойланып отырды да, «Ие, ол жағы шынымен қиын болып тұр екен. Онда жалқыны жәжеңнің жеріне көк бастауға қарай жылжытыңдар. Ол кісінің малы сартұмсықта шығар. Ертең Сейітті сол кісіге жіберіп рұқсатын аларым. Сендер ауа беріңдер. Көк бастаудан қолдап, қанды судың қалың қоғасын апарып салыңдар. Ол жердің қары қатпайды. Біраз күнде Қарасайдың желі соғып күнде жылынып қалар. Ал ит құсқа келер болсақ, ауылдан тақымы қатқан 20 шақты жігіт сайлап, жылқыдан таңдап, белді-белді айғыр мініңдер. Тұс-тұстан шығып қуалап, құс салып мылтық атыңдар. Даңғырға қағып сойыл шоқпармен ұрғылап, аңшылық қылыңдар. Сөйтіп әрекет етсеңдер өздері қауып кетеді. Бұл өзді қауып келген кездейсоқ үйірлер ғой, қысым көрсе өздері ақ кетер анық. Екеуің жылқыдағы жүйрік құла мен кертайлақты жаратып, ішін тартып мініңдер, деді. Үшеуі осыған бәтуаласып, тамақ ішкен соң екі жігіт көп аялдамай үйлеріне кетті. Ертеңінде Мазан мен Қалит ауылдағы жас жігіттерді жиып алып жылқыға жөнелді. Сейіт Бұтабайдың ауылына аттанды. Жігіттер түс кезінде Көртөбедегі жылқышылар қосына келді. Жылқышылар барлық жылқыларды иіріп қойып, қоста тамақтанып отыр екен. Жігіттер мініп келген аттарын қоя беріп, жылқыдан белді-белді бір-бір айғыр ұстап мінді. Мазан атақты жүйрік құланы ұстап мінді. Бұл өзі аты шулы жүйрік еді. Шығыстағы астойларда бәйге бермей жүрген. Жаздай қолда болып осы таяуда ғана жылқыға жіберілген болатын. Сыртқы түрі көзге қораш, қарапайым ғана көрінетін қазақ жылқысы. Шоқтығы биік, салперін жалды келген. Екі көзі өте тұнық еді. Бір ерекшелігі артқы екі аяғын талтаңдай басатын. Екі аяқтың ортасы адам өтіп кететіндей алшақ жататын. Осындай көзге сұрықсыз жануар қасына топ қосылып, қара көбейсақ айдынданып шыға келеді.
Тізгінді жылқы алшаңдай басып қатарының алды болып отырады. Көші-қон анау мынаумен арада 4-5 күн өтіп кетті. Бұл уақытта қалың жылқы Қандысудың ну қонысына еніп жатыр еді. Жігіттер ұстап мінген жарамды жылқыларды ішін тартып бабына келіп қалған. Мазан мен Қалет жылқышылар қосын әр жерге қондырып бір тыныштырғандай болып еді. Сөйтіп екеуі Домай қосына келіп аттан түсті. Домай қосты екен. «Не жаңалық бар?» деді Қалет. «Бәлендей жаңалы жоқ, шөпке аузы бір тиіп жылқышылар бір жасап қалды. Жақсы бол, тек түн баласы қасқыр маза бермей тұрған» деді қос ес. «Иә, малға жақсы болды, ал қасқырдың әуселесін ертең көрерміз» деді Мазан. Таң алакөбеңнен аңшылар 3 топқа бөлініп, 3 бағытқа аттанды. Қалет бастаған топ көк бастау жаққа, Мазан бастаған топ ортадан, Сағи бастаған топ жалши жақты сүзіп шықпақ болды. 3 топта аңшы мылтығы бар. Мазан қасында жігіттері бар Қандысуды жағалап, Қарасайға қарай шығып беріп еді. Жалшидан өрлеп тауға тартып бара жатқан бір топ қасқырға кездесе кетті. «Жігіттер, тауға жібермей, алдын орап жазыққа қарай қуыңдар» деді топ басшысы Мазан. Барлығы андыздап ат қойды. Мазан да жүйрік құла мен қасқырдың соңынан салды. Шамасы тоңда тойып алған болу керек, бой салып қаша қойған жоқ. Әбден басынып алған болуы да мүмкін. Жүйрік құла әдегенде ақ топ қасқырды қуып жетті. Бір тықырдың таянған енді сезген болу керек, қасқырлар жан жаққа бытырап қаша жөнелді. Мазанның алдына бір тайдай арлан түсе кетті. Бет алысы мұзды бұлақ. Егер тауға ілінсе құтылып кететін ол да біледі. Бірақ Мазан тау жаққа жібермей бетін жазыққа Қарасайға қарай бұрып алды. Жарау жүйрік топ қасқырға еркін жететін сияқты, орап қайырып алып жүр. Сойыл сілтер жерге жете қойған жоқ. Арлан тауға мұзды бұлаққа қарай 2 рет талпынып еді, екеуінде де жібермей қайырып алды. Енді шын сасқан болу керек. Арлан жазықпен тіке Қарағайлыға қарай салды. Мазанға керегі де солы болатын, басқа аңшылар көрінбейді. Тек өзге қасқырларды қуып кеткен болу керек. Мазан аттың басын еркін қоя берді. Осылайша бірінің соңынан бір 10-15 шақырымдай аулаққа шығып кетті. Бағанадағыдай емес, қасқыр да шалдығып қалған сыңайлы. Жүйрік құла әлі қарынды. Арланмен құйрық түстесіп келеді. 1-2 рет сойыл сілтеп еді, мүлт кетіп, жанды жеріне тимеді. Енді жүйрік құла қатарласып алды. Сол кезде сілтенген сойыл арланның шоңдайына сарт етті. Қасқыр кирелеңдеп барып отыра қалғандай болды да, жүйрік құла ағып өте шықты. Әудем жері барып ат басын бұрып қараса, арлан жері бауырлап жатыр екен. Ет қызуымен ағызып келіп қақ маңдайдан салып өтпек болып тұра шапты. Аққан күйі есікпен төрде жер қалғанда, жерде жатқан арлан қарсы атылды. Не болған Мазан өзі де байқамай қалды. Сойыл сілтеп үлгермеді. Қарсы атылған арлан Мазанды ат үстінен жұлып түсірді. Енді бір қарағанда жерде жатқанын білді. Арлан кеудесіне атша мініп алған. Зәресі ұшты. Қатты қорыққаннан үнді шығара алмады. Арланның 2 көзі шоқтай жанып, тымсызды қарайды. Сәл қимылдаса арс етіп алып түскел отыр. Жүріп айдаладағы бір қасқырға жем болдым-ау деп, ағайын туыс бала шағасымен іште қоштасып жатты. Көзінің қиығымен байқаса, жүйрік құла көлденеңдеп қасында тұр екен. Құлағын қайшылап, ақырын құйрығын бұра бергендей болды. Сөйткенше болған жоқ. Қос аяқтап, арланды құлақ шекеден бір-ақ теуіп ұшырып жіберді. Мазан да атып тұрып, жүйрік құланың үстіне лезде қарғып мінді. Есті жаны бармай деп, жалынан сипай берді. Көзінен тамшылап жас та шыға берді. Біраздан соң есін жиып қараса, арланның қара тұмсығынан қан ағып өліп кеткен екен. Қысылғанда жанын алып қалған адамнан да есті. Текті жануарда сол күннен бастап жан баласына мінгізбей, әбден қартайтып, өз ажалынан өлгенінше аялап өтіп өтті. Жылқы малының небір асылы да, тектісі де, аялусы да болған ғой. Тілеуғазы Кәрімханұлы. Оқыған Қуат Ахметжанов. Ұнаса арнама жазылып, пікірлеріңіз жаза отырыңыздар. Рахмет.